Күнәдан біз не үшін қорқамыз? Күнәдан не үшін қорқамыз? Өйткені оны жасап жатқан кезде жаның шығып кетсе ше. Жаның шығып кетсе ше. Әсіресе арақ ішіп жатқанда өліп кетсең бар ғой. Алла сақтасын, өліп кетсең. Аллаху Тағала оны қалай тірілтеді екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Ол пұтқа табынушы адам болып тіріледі дейді. Арақ ішіп өліп кеткен адам, пұтқа табынушы. Былай айтқанда мүшрик, ширк қосушы адам болып тіріледі дейді. Арақ ішкенде, зина жасағанда, ұрлық қылғанда адамның иманы ода болмайды, шығып тұрады дейді. Жаңағы дастарханда бірдеңе болып өліп кететін болсаң, қиын жағдайың. Сонда өзің ішпесең де о жерге барып тұр. Мұсылманбыз ғой, есімізді жияйық. Мына әлі күнге дейін жаңа арақтарды дастарханға қоятындар бар. Дұрыс па? Әлі күнге дейін. Тіпті намаз оқитын кісілер де бар, сөйтіп істейтін. Жұмада жүретін уағыздарды естіген кісілер де бар, әлі қояды. Күнә тек қана өзіңіз істегеніңіз былай тұрсын. Қойғаныңыз үшін ана кісілердің күнәларында арқалайсыз. Түсініп отырсыз ба? Соншалықты мықтысыз ба әркімнің күнәларын арқалай беретін? Кім бір жерге жиын жасап тұрып, ана дастарханның арам болуына себеп болса, бұл өте ауыр күнә. Мынандай нәрселер бар. Өлетін сияқты да олар, сол арақ ішпесе өліп қалатын сияқты. Осыншалықты араққа құл болған адам, ол кез келген нәрсеге құл болады ол. Алладан басқа кез келген нәрсеге құл болады. Кез келген күнәға құл болады ол адам. Әжептәуір жұрт адал той қылады, бір арамылар сол жерге анау алып кіреді ғой соны жасырып. Дастархан арамдама, құры о жерден. Айтайын, ана жерде тілек айтылады ғой я, Аллах білуші. Бір періште болмайды. Періштенің құлағына шалынсын дейтін шығар, я? Лағнеттелген ғой ол жер, лағнеттелген ғой. 10 нәрсені айтамыз ғой, қанша мәрте айтамыз бұны? Ол дастархан лағнеттелген. Білесіздер ме? Ниет дұрыс, екі адамды төрге шығарып қойып айтып жатыр тілек, бірақ істеліп жатқан нәрсе дұрыс емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Мына адамның дұғасы қалай болады? Қабыл болады бұның дейді. Істеген нәрсесі күнә, айтқан сөзі күнә, жеген нәрсесі арам. Қалай қабыл болады бұныңкі дейді? Қолыңа арақты алып тұрып тілек айтады. Адам сәл ойлану керек. Не бір нәрселерде басымызды қатты істетеміз ғой. Ізденіп ойлану керек. Бұл нәрселерді лаж барынша тоқтату керек. Тоқтату керек. Иманды сақтап қаламыз десең, ондай дастархандарға бармаңыздар. Ондай дастархандарға бармаңыздар. Мына намаз оқитын кісілер әсіресе, осылар бармаңыздар. Неге? Өйткені бізде дәлел тауып алғыштар көп. Дейді, анау пәленше деген намазхан жүр ғой сүйерді дейді. Керемет та оған, ол амал етуге керемет нәрсе болады, сылтау болады. Болмайды ол нәрсе, бармаңыздар, лажы барынша. Алдын ала барып айтыңыздар, шақырып келіңіздер той жасайтын адамды. Насихат қылайық, сөйт тоқтату керек бұл мәселелерді. Ішіп атқан кезде сол жерде. Не бір нәрселер бар, тойда төбелес, атыс қырылыс болып тұрып, сүйерде өледі анау алқаш жаңа ішіп алған халінде. Не болады ертең ананың тірілгенде? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр ғой, пұтқа табынушы болып тіріледі деп тұр. Не болады сонда жағдай? Арзый ма сол? Ертең қияметте арзиды ма тозаққа түсуге сол нәрсе? Адал нәрсе белгілі, арам нәрсе белгілі. Алла белгілеп қойған. Арам ба? Болмайды сізге. Біреу жаңағыдай сұрайды ғой енді. Сөйтсе болады дейтіндер де бар екен. Ондайлар тыңдамаңыздар. Тыңдамаңыздар. Ол өзінің басына келетін ертең нәрсеге дайындала берсін. Молда болса да, солай айтқан болса, дайындала берсін өз басына келетін нәрсе.